Қайырлы күн баршаңызға достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік халқы тәттілерінің бірі сливочный бублик, яғни түрік бауырсағын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Ең алдымен біз отқа табанына қойып, қантымызды осылай күйдіріп, карамель дайындап аламыз. Және суыған соң су қосып, араластырып қоямыз. Енді ыдысымызға су, май, қант ұнтағы, тұз және ашытқыны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және ұнымызды, қажетті мөлшердегі ұнымызды екі бөле отырып қосып, қамырымызды илеп дайындап аламыз. Жұп-жұмсақ, өте нәп-нәзік, әдемі қамырымыз шығатын болады. Қажетті мөлшерді описание бөліміне қалдыратын боламын. Қамырымыз дайын болған соң бетін жауып, көтерілгенше қалдыратын боламыз. Жылы орап қоятын боламыз. Көтеріліп дайын болған уақытта ұнымызды сеуіп, енді қамырымызды менде 6 бөлшек шықты. Осындай бөлшектерге бөліп, бетін жауып, кішкене көтерілгенше қалдырамыз. Дайын болған қамырымызды қолымызға, қамырға кішкене май жағып, қолымыздың көмегімен жайып аламыз. Ешқандай оқтаудың қажеті жоқ. Өзі жұп-жұмсақ, үп-үлпілдек болып тұрған қамыр қолыңызбен оңай жайылатын болады. Және арасына сары майымызды салып, орап дайындайтын боламыз. Яғни оның ішіне басқа да түрлі қоспалар қосу өз қалауыңызда болып саналады. Мен осындай сары маймен жасадым. Дайындап, орап алған қамырымызды кішкене созып, бір-біріне қатпарластыра буып алатын боламыз. Буып, кішкене басын қарап аламыз. Осындай дөңгелек пішінде шығатын болады. Барлығын дайындап аламыз. Және жаңағы дайындап қойған карамельді суымызға батырып, және қуырылған күнжітке аунатып алатын боламыз. Табамызға пергаментный бумаганы төсеп, салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Қып-қызыл әп-әдемі болып пісіп дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Жұп-жұмсақ, үп-үлпілдек, әп-әдемі осындай түрік халқының бубликтері дайын болады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Келесі жолы керемет чебурекилердің рецептімен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.